Dostlar, Қарақалпақстан телеканалында сіз күткен Ауа, сізге айтып жатырмын. Һәм күлкі құмар тамашагөрлерге арналған әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуімізде яқшы, өздеріңіз көріп аласыз. Демек әзілкеш. Күтіп алың, Юморбек. Рахмет. Ассалаумалейкум, әзіз достар. Қарақалпақстан телеканалында әзілкеш көрсетуі. Сіздердің ярым сағатлық кейпиятыңызды мойынға алған халда біз көрсетуімізді бастаймыз. Әзілкеш позитив, көреміз әзитив. Көрсетуіміз басламастан алдын, ұмытып кетпедім. Хаммеңізді кіріп келген 2017-ші жаңа жылыңызбен құттықтаймыз. Байрам құтты болсын. Еле ертем ма, кешіресіз. Бұл декабрдегі санын арнап жазылған сценарийдің яқшы. Яқшы, құласы біз көрсетуіміз бастаймыз. Бүгінгі тема еркеклер хақында. Сондықтан қызлар қызықсынып келіп отырады деймін, тема еркеклер хақында дегенге. Рахмет, тамес медалларын тағып алған, демек сондай бір табысқа жетіскен, бүгін тамашагөрлеріміздің өзі сондай бір ажайып арнап шақыртылған. Демек, көп күттірместен біз көрсетуімізді бастаймыз. Енді жаңа айтатымыз ғой, еркеклер темасы деп. Негізі, еркек деген ол кім? Еркек деген ол кім? Не деген сұрауларға жауап береді екен. Еркек бұл адамның хаял емес қиылысы дейді. Кейімна еркеклердің атларында Найзабай, Қылышбай, Мылтықбай, Қалқанбай деген атларды естіңіз. Бұл еркеклердің ұрсуға беймекенінен дәрек береді. Кейін және бір айтып кететін нәрсе, бір металдың атлары қойылатын болса, мысалы, хаяларға қымбат бағалы металлар қойылады. Алтын гүл, күмсай, маржан, меруерт, қымбат деген атлар. Ал еркектерге не? Ең арзан металлар да, полат, темірбай. Кілем бір таттасып қалатын бір арзан металлар қойылады. Құдайға шүкір үйлі қорғасын деген ат жоқ. Рахмет. Соңыштан қызлар алтынға өш болады да, өзі аял қыздар бар. Соңыштан көпшілік қызлардың мойнында көрдім алтын медаллар, рахмет. Енді және бір айтып кететін нәрсе, телевизордан көріп отқан шығар. Негізі, аял қыздардың көпшілігінің бір арманы болады. Көпшілік аял қыздардың жасырын арманы. Егер де мен еркек болғанда, өзім білемен дейді, дұрыс па? Дұрыс. Бірақ қызлар айтып қоян, еркек болуға қызықпай қойыңыздар. Адам қызығатындай нәрсе емес екен. Дұрыс па? Біледі, күліп жатыр да, расынан жігіттер біледі. Еркек болған сәт емес, бірақ айтып қоян, хақиқи еркектің бір белгісі болады екен. Хақиқи еркектің бір белгісі, оның паспортында еркек деп жазып қояды. Болған сол белгісі. Ер қылама, қара жер қылама, бұл хаялдың таланты. Құрметті аялдар, бәрі сіздерге байланысты. Өткен сапар бір таздан бір рубрика бастап едік, жақсы қабыл етіп жатыр дейді адамдар. Демек, әзілкеш көрсетуінде келесі рубрика «Хақ жол» деп аталады. Хақ жол біргелікте тамашалаймыз. Ассалаумалейкум, әзіз достар. Қарақалпақстан телеканалы әзілкеш көрсетуі «Хақ жол» рубрикасы. Бәршіге хақ жол тілейміз. Қатынасың, жол ақын ұтып алың. Біз апайы сұрау-жауаптар, әзіл сұрау-жауаптармен ойынымызды алып барамыз. Демек, екі сұрауға жауап берген адамға біз жол ақын төлеп береміз. Әмде арнаулы сауғамыз бар. Демек, бірінші сұрау төмендегіше. Тойлардағы қадымғы ұлын үйлендіріп той береді кейін түсіріп. Тойлардағы ең қымбат қаде? Қандай қаде? Қандай? Күйеу баланы кіргізу. Күйеу баланы кіргізетін емес. Жастардың арасында болып өтеді көбірек. Біледі ғой жастар? Туфли ұрлау. Туфли ұрлау. Дұрыс. Бір шабала қошаметтер болса, Енді қаде деген ойлап табылып беретін болып кетті. Енді ресторанға тойға барған уақытта ең қолайсыз орын қай жерде болады? Колонканың алды. Колонканың алды, анықтау қылып айтсақ, ансамбльдің алды. Колонкасының алды. Рахмет, шабала қошаметлер. Оның несі қолайсыз? Енді сөйлесуге қолайсыз. Қасыңда отырған ағайын туғанмен сөйлесуге қолайсыз. Тек көзбен көз сөйлесіп отыра берсеңіз, рахмет. Рахмет, дұрыс жауап. Демек, бет ашарда ең қызық анекдотты кім айтады?
Mekemede әсіресе мекемеде жұмыс орнында біреу аны қандай? Баслық. Шапалақ қошаметлер. Демек, жауап қайталап жібересіз? Баслық. Баслық. Шапалақ қошаметлер. Рахмет. Демек, баслықтың айтқан анекдотына күлмеуге ілаж жоқ. Ең қызық анекдот баслық айтады. Енді келесі сұрау микрорайон дейміз ғой, кіші район деп айтылады. Сол кіші райондағы кішкентай балалар уколдан қорқпайды екен. Мысалы бізде қорқытады. Аз укол салады доктор келіп деп. Бірақ кіші районның балалары уколдан қорқпайды. Бұның себебі? Шыбын. Сүйір шыбын ше? Дұрыс, шапалақ қошаметлер. Демек, екі сұрауға қатыра жауап берді. Сүйір шыбыннан еті өліп кетеді екен да. Жол ақын төлейміз, одан кейін бір карточка қосып береміз. Біздің әзілкеш көрсетуімізге турдан-тур келе берсеңіз болады. Демек, келесі сұрау. Конкретный сөйлесіп алайық, мысалы, конкретный зат екен деп айтады ғой. Конкретный сөзінің қарақалпақшасын кім біледі? Конкретный. Точный деген қарақалпақша сөз екен, а? Конкретный сөзінің қарақалпақшасы точный. Точный айтсаңыз аға, бір шапалақ қошаметтер болсын. Точный. Точный дегенім бірақ орысша шығар деп ойлап отырмын. Бұл әзілкеш көрсетуі хақ жол рубрикасы. Ойнан қатынасың, сұрауларға жауап берің. Екі сұрауға дұрыс жауап берсеңіз, хақ жолдан жол ақы ұтып аласыз. Келесі сұрау, тойлардағы ең қымбат сауғалар қандай ыдысқа салып беріледі? Упаковкаге. Ең қымбат сауға упаковкаге анау. Қандай? Тарелкаге. Тарелкаға ма кішкентайлар біледі ғой. Рахмет бір. Шапалақ қошаметтер болсын, рахмет. Бұл сізге жол ақы сап қойың. Көпшілік адамлар азанда қандай ауқат жейді? Сіз білесіз ба? Қандай? Ысытпа. Жылытпа, рахмет. Сіз атыңыз кім? Бибі. Бибі, толық атыңыз? Бибі баған. Үстінде гүлі. Сынай ма? Рахмет. Демек, Бибі ойынымыздың жеңімпазы. Бір сұрауға жауап бердіңіз. Келесі сұрау, бізден ер адамлардың атлары бар ғой. Дүйсенбай, Сейсенбай, Сәрсенбай, Пешенбай, Жұмабай деген атлар бар. Бірақ Шембібай әмде Екшембібай деген ат жоқ екен. Не үшін? Демалыс күндері ма? Демалыс болған үшін? Қойылмайды. Рахмет. Демалыс болған үшін қойылмайды. Себебі еркектер 6-шы қала күн демалған жақсы көреді екен да. Келесі сұрау, сондай бір кәсіп бар. Ол кәсіп иесінің алдына барған адам аузын ашып қалады екен да. Бұл қандай? Тіс врач. Демек, тіс врачы. Сізге хақ жол рубрикасынан жол хақы. Келесі сұрау, жастар тойында үйленіп жатқан жігіттің қасында жорасы болады, күйеу жора, келіншектің қасында гуа қыз болады, иә? Енді келіншек пенен гуа қыз екеуі екі түрлі болып киінеді. Бірақ үйленіп жатқан жігіт пен күйеу жорасы, гуа жігіт пен екеуі бірдей болып киінеді. Себеп не үшін? Не үшін еркектер бірдей болып киінеді, аялдар әрқилы? Себебі? Дұрыс па қатема? Еркектің бәрі бір көр. Қане, еркектің бәрі бір көр. Енді бұқсам айтайын деп тұрып, телевизорға түсіреміз дегенге ұялдау деме. Енді тойға байланысты беташарда ең көп кімнің аты шықпай қалады? Көп тойларда. Қоңсылардың. Қоңсылардың тойында көп болып келедіңіз бе деймін, иә? Я, қондай емес. Жоралардың аты. Я, қондай емес, басқа. Дайлардың ба? Қандай? Ақша бермеген адамның аты қайта-қайта шыға береді. Кімнің аты шықпай қалады? Майда балалар. Я, майда балалар. Ең өкпелегіш адамның аты шықпай қалады екен да? Ең өкпелегіш адамның аты шықпай қалады. Демек, әзілкеш көрсетуі хақ жол рубрикасын арнаулы Юморбек тарапынан даярланды. Hamde тамаша көрлер. Баршаңызге хақ жол. Рахмет. Біз давам етеміз. Әзілкеш позитив, көреміз позитив. Енді бүгінгі мейманларымыз кімлер деп қызықсынып отқан болса, мейманлар отыратын дивандағы дутардан сезіп тұрған болсаңыз керек, бүгінгі мейманларымыз палуанлар. Әзіл емес, кейін білеміз. Демек, бүгінгі мейманымыз самбо күресі бойынша бұрынғы ауқам чемпионы, 2013 жыл жаһан чемпионы, Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен тренер Сансызбай Юсупов, hamde фермер, күрес бойынша 7 мәрте Өзбекстан чемпионы, ham шабандоз, ham бақсы, өзі жақсы Зарафаддин Заитов. Ағаларымыз бүгін мейманда. Қош келдіңіздер. Ассалаумалейкум. Қош келдіңіз, төрлетен. Рахмет. Сіздер. Рахмет.
Ал ағалар, әулем бар, қош келіпсіздер. Біріншіден студиямызға қош келіпсіз. Екіншіден, жаңа Шабандоз деп таныстырдық. Зарпатын ағасы атпен келдіңіз ау деймін, Атпен келдім ғой. Атыңыз не студияға келмеді? Аттың паспортын болғаннан кейін қалып кетті ағада. Қоңыздарды енді байлап қаңтарып кеттім азыр. Сондай ма? Біз білеміз, хабарымыз бар, Сансызбайға Зарпатына екеуіңіз негізі Нөксір районлы, Ақмаңғыттансыз. Ауа. Ақмаңғыттан. Енді деп қарап тұрғанда, енді Сансызбайға Ақмаңғыттан екен белгілі да шашынан. Зарпатына сіз Қарамаңғыттан келдіңіз бе деймін? Себебі мен дайым Қарамаңғытта. Сондай ма? Енді сондай ғой енді Қарекеңнің әзілкешілігі деген. Сол ішінен біреу бір дайы болып қала ма деп не қылып ғой сорасып. Ал хармаңлар бүгілері? Бар болың. Зарпатына сіз бір жағынан палуан, шабандоз, фермерлігіңізден бар екен, қалай жүрәтілер, жақсы жинап алдыңыз ба? Жүда жақсы. Бәрі орында? Бәрі орында. Шаруа фермермен мен. Рахмет. Сансызбайға сіз не талаплармен бүгілері? Залда? Залда. Шәкіртлер тайырлауымен. Енді фермерлер бәрі де басылайды, күзде жинап алады ғой. Сіздер жаңа қашан басылап, қашан жүрәтті аласыз сіздер? Бізде көп вақытта жаңағыдай 8 жыл керек Өзбекстан чемпионы шығару үшін. Көп жылдар талап қылады ол. Сол фермерлерден қиын ғой онда сіздің жұмысыңыз. Дым. Енді бұлар енді егінді неғылады, тәрбиялайды, басқа жаңкес шөпілерден тазалайды. Сіздер қалай тазалайсыз шәкірттерді былай деген? Оның сырын айта берсеңіз, хамме тренер болып кетеді ма? Сондай ма? Енді бірден мынандай бір сұрау бар екен. Кейінгі уақытлары не үшін жас эстрада қосшылар арасында беймәні қосшылар көбейіп атыр? Дұрыс, бұл сұрау сіздерге тиісті емес. Бірақ көріп отқанлардың арасында өзіне тиісті адамдар көріп отқан болса, бір жұмақ шығар деп, бұны қосып кетіп жатырмыз да, оны байланыс жоқ бірақ. Яқшы, Зарпатына енді біз естуіміз бар, сіз той палуаны болғансыз. Тойларға көбірек шыққансыз, Шабандоз деп жатыр ғой. Одан жаңа айтып жатырмыз, 7 мәрте Өзбекстан чемпион деп. Қайсы уақытлар чемпион болдыңыз 7 мәрте? О, сіз туылған жоғыз уақытта. 79 жылдары мен Сансызбай екеуміздің Өзбекстанда күресіп бастадық. Сол уақыттарында біздің ұстазымыз Нөксір районынан Парақат Қожанов деген жүдә бір өзін бағдарлаған адам, палуаларды шығаруға жүдә Хақиқи ұстаз. Хақиқи ұстаз да ол. Тер төгетінен сол. Соның арқасынан біздер ұстаздың арқасынан жемісі біздер болдық. Палуанлардың арқасы жерге тимеген дейді ғой. Айтып отыр, ұстаздың арқасынан дейді. Демек, арқадан шығады екенсіз. Ұстаздың артында тұрасыз, былай, сол ұстаздың арқасынан шығады да. Жақсы, әжайып. Тойдағы күреспенен, той күресіменен залдағы күрестің қандай farқы бар? Енді тойда мына залларда күрескенде мемлекеттік жарыс болады. Әлбетте бұл жерде тәжірибе керек болады. Тойда хүрмет жарлық бермейді. Хүрмет жарлық бермейді. Былқылдақ жаңағы не төсек болмайды. Не қылып айтады? Гілем. Қатты жерде күресесің. Қатты жерде күресесің. Һәм қатты жерде, һәм хүрмет жарлығы жоқ. Қиын, бірақ ол жерде қарамал береді. Сондай ма? Қошқар береді, түйе береді дегендей. Жақсы күрессең, жықсаң. Енді той темасы ашылды ғой, мысалы, бұрын палуан тұттырып ат шаптыратын болған. Қазір енді өзгерді, қазір ит ұрыстырады, кейін жаңа гүләңкіге машин шаптырады. Машиналар бір-бірінің ізінен қалмайды, енді сол қызықта енді. Кейін итті бөлесіп атады да мияқта. Енді Қытай бұл қалай заманға сайлық па бұлам, өзгерістер? Енді бұл Мақсатжан адам да. Негізінде адамның бақасы болмайды, солай емес пе? Біздің халқымыз әрқилы құмарларға бағдарлайды өзлерін. Біреу ит ұрыстырады, біреу ат шабады, біреу тағы бір зат қораз ұрыстырады дегендей. Енді қораздың байрағы менен адамның байрағының парқы бар да. Қоразға мәселен бір 15-20 миллионға дейін тігіліп кетеді деген бір уақытларында. Қоразға ма? Ауа. Бір қозы үстен берсем болатын еді оған десең. Енді палуанларға бір баспап қояды, я атып қояды, я түйе қояды. Енді ол соны көріп тұрып, сол палуан емес қорашылық болғың келіп кетеді десең, Қорашылық кетеді.
Енді адамның бақасы өз алдына ғой, адамға қойылу керек та. Дұрыс. Демек, миллилігіміз бұл милли спортымыз ғой енді азыр. Енді басқа спортлардың көбісі кейіннен дүнияның басқа жерлерінен кейін кіріп келді, ал бірақ күрес бұл бұрыннан бар. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, ат жабыс деп, жақсы ат кейін шабады деген бір гәп бар, иә? Сондай бір нақыл бар ғой, жақсы ат. Doğru, енді бабаларымыздың қалған нақыл ғой енді ол. Тап сол нақыл Сансызбай ағама арнап айтылған ба деймін. Сансызбай аға негізі айтып өтейік, жаңа айттық иә, бұрынғы ауқан, самбо бойынша бұрынғы ауқан чемпионы. Одан кейінгі жеңістердің онша не қылмады, бірақ 2013 жыл Болгарияда 50-55 жасар палуандар арасында, ветеран палуандар арасында жаһан чемпионы болған. Жаһан чемпионы. Әзіргі уақытта міне мұстақылықтың шарапаты менен Өзбекстанды ұтса, әмме мүмкіншіліктер бар. Жастарға да міне біздерге де бұрын жаңа айтқанда жас уақытымда жаһанда күресе алмадым. Өйткені міне 8 жылдан бері әр жылы жаһан белсенді қатынасып 2013 жылы жаһан чемпионы болдым. Сансызбай аға, біз жинаған мағлұматтарға қарағанда, сіз алдын футбол, баскетбол, волейбол ойнаған екенсіз. Күрестен алдын, самбодан. Дұрыс. Футбол, волейбол, баскетбол, бол деп айтылатын спорттың бәрінен ойнаған екенсіз аға, иә? Сөйт, самбо, палуанның жаңа бол деген жоқ қой өзінде деген ғой. Қалай бұяққа кіріп қалдыңыз? Жас уақытта мектепте күрес жоқ еді. Күрес жаңағы Парағат аға ұстазымыз екеуміздің 76 жылы келді. Содан бастап күреске өтіп кеттім. Одан жаңа бол деген футболларды, спортларда. Кейін палуанларда лақап деген болады екен, иә? Яқшы лақапқа кейін тоқтаймыз. Мысалы, мен негізгі атым Мақсет болғанмен, сахнада Юмурбек деп айтылды, лақап. Бұл ат енді өзгерткендей болып тұр да, енді біреу Мақсет дейді, біреу Юмурбек дейді. Бірақ Сансызбай аға, сіз ат өзгертуге шебер екенсіз өзіңіз, иә? Негізгі бір жасқа шекем аты Қуанышбай болған екен, да? Сол рас па? Рас па? Зарабатан сіз өзіңіз білмейсіз ғой, қоңыстыңыз ғой. Қуанышбай аға Юсупов. Онда. Кейін ғарыға не қылмаған, нелер ойлап бір жеңістері өз палуан болған ғой. Сол жеңістері сансыз болсын деп, Сансызбай қойған да. Бір жақсы ниет қылған. Жақсы ниетпен. Сансыз болса, айтып біз қуаныш жүреміз деп, қуаныш болса қашпас деген ғой, ә? Онда демек бір сыр ашылды, жаһан чемпионы Сансызбай Юсупов ағамыз, негізгі аты Қуаныш екен. Әжайып. Бірақ паспорт бойынша аты Мұрат дейді. Сол рас па аға? Сансызбай ағам өзім ойлап қалып паспорт көрсенбеген, көп ақтан мен көрмеген ғой еді. Жаңа көп адам ойлап қалған шығар, дутар тұрғанға, алам ойнақ тұрғанға бір бақсы келетін шығар деп та. Бірақ Зарипатын аға, сіз өзіңіз аз-маз хош ауаздылығыңыз бар, дутар шертеді екенсіз. Құлласы бір жүк қосық тыңласа қалай болады дей жағадың ғой? Бір қосық. Бір қосық? Күліп әзілдесіп, бұлам әзілкешілік қой. Әзілкешілік көрсетті оған. Азырақ бір екі қосық айтатын әдетім бар еді. Сол баяғысы 1988 жылы айтқан бір қосығым бар еді, соны бір айтып көрсем. Қолымнан келгенше. Қолыңыздан, даусыңыздан келгенше. Қол шертеді ғой. 88, 98, 2008, 2018 болайын деп тұрған екен, 30 жыл. Демек, 30 жылдан кейінгі эфирде жаңа версиясы. Ремикс деп айтылады ғой. Ремикс. Ремикс тыңлаймыз онда. Қаршығаудай қандын дүзеп яурай Қош мінайым үлме әдеп Өмірінде тіл аса деп Алтын күмеш дізілміштей
Басқа қызлар болдым десе, мен ham тасып толдым десе, бұл дүнияға келдім десе, әркім дәуран сүрермішті. Men ham tasib toldum dese, herkim davran sürermişti. Herkim davran sürermişti. Acayip. Zor. Oradan gidelim бұған. Сіздер мейман болып келетін болып келіскеннен кейін палуандар хақында қызықсынып басладым, сұрап. Сөйтсе, палуандарда лақап болады екен. Лақап. Лақап болады ол. Енді гей-пара біреулерінде болады да ол. Дәрі өзіңіз басыңыз ашық қылатсыз қой, менде лақап жоқ деп. Қандай лақап қызық палуандар болған? Сансызбай өзіңіз қандай палуан деп айтатын еді? Лақабыңыз бар ма? Мен сазан дейтін едім. Сазан. Сазан. Сазан палуан. Сазан дейтін еді ол. Онда ұстатпайсыз ғой, сазандай деп сыпырлап, қызарып бөріп шығатын еді. Зарбатына сіздің лақа шығарсыз. Денесіне қарап айтатын, сазан бұздан лақа болу керек қой деп. Мен енді ондай... Арматур дейтін едім. Арматур? Арматура? Арматура. Енді сол... Арматур болғанда қадімгі темір арматур ма, емаса арматур деп былайды. Мына енді соғақлары арық болғанбыз ғой енді әзір. Бұларым салмағы өсіп кетті. Әзір біздер 100 килодан жатпыз. Соғақта 73 кило, 74 киламыз ғой енді. Сүйек қабырғалар көрініп тұрады. Арматурдай болып деп былай. Енді айқасып атқан кезде... Бүгілмейді. Енді айқасып атқан кезде сол шапалар көтеріліп кетеді. Соғақта сол арқаларымыздың сүйектері емасам мүскілдікте мақтанып қояды. Арматур палуан. Арматур деп айтқанда. Жаңа айтып жатырсыз ғой, жеңістер туралы, Өзбекстан 7 мәрте чемпионы, жаһан чемпионы, бұрынғы ауқам чемпионы. Бұл аңсат емес та бұл. Енді жеңіс хақында қанша айтса аз еді. Бірақ мына спортта ұтылып қалған, жеңіліске ұшыраған жерлерін айтпай кете береді ғой біздерде. Енді ең қызық сол ғой, бірақ ұтылғанларыңыз туралы айта аласыз ба? Мен айтқым келіп тұрыпты, бірақ бірінші мынау айта берсем. Неге дегенде, мына Шортанбай совхоз біздерде. Жерде қыстың гүлдері бір той болды. Сенен білесің, біздің Маңғытбай Заев деген ағам бар еді менің. Қаржау палуан, сосын Фұрқанадиев палуан Қожанов. Кет деген күресу. Уақытта түнде болады енді. Ортаға шом жағып. Түнде күресіз? Түнде күресеміз ол. Күн суық. Бір армиядан келген бала бар екен. Мен салмағым соғақлар бір 52-53 кило бар ау. Hem атам шабамын, hem күресемен кішкентай болғанымда. Соғақында сол балалық қой. Бара сала жамбас ұрған қана шапаны, мындай ойық шапан екен да. Белбеуден ұзын қып байлаған былай. О белбеу сөйлебеумен шап кетеді, бастан бір түстім меймайланып тұрыпты. Күтті меймайланды. Аузым-аузына келген ашуланып барып, және қайтам жаңа қамел істедім мен. Және істедім, тауырақ меймайланды. Ол мен айтып, ұсырет өлтіріп жағамын ғой деп қайтам барып, жан басты ұрып, ха деген білемен. Ар жағы жоқ, білмеймін. Ар жағы білмеймін. Бір ұйқыға баттым, дым маза қылып. Оянып қарасам, Запорожец машинын ішіне аттым. Районға жақылап қана кеміз. Мен не қылдым деп па жаңағы қасымдағы. Сөйтіп ұтқаннан кейін бас байраққа Запорожец жетіп алдым ба деп. Жаңа қызыға барды енді сол. Мен не қылдым десем жаңа біздің ағайты тие берсін. Сен қатырдың деп қояды. Әуелі шалбарың киіп ал дейді. Сансызбайға бір сұрау. Бізге сұрау интернеттен келген. Жарысқа түспестен алдын айрым палуандар салмақ қайтарады екен. Жақында тойға барым керек еді, соған формалы болып көрінім керек. Қалай салмақ қайтарсам болады деп атын жазбай жүріп соған қарағанда қыз бала болса керек та тойға баратын. Салмақ қайтару бойынша қалай дейді ол? Не мәслихат етесіз? Енді дұрыс қайтарса зиян емес қой, негізінде салмақ қайтарған зиян спортсменге. Дұрыс. Мысалы біреулер бір оң, мысалы менің өзімім жасық қой, жаңағыдай білмей 8,5 килоға дейін қайтардым. Сол уақытта жаңағыдай бұны қайтарғанмен оның ертең күресуім бар. Күресуім қиын болып қалады ертең. Дұрыс қайтармасаң ба?
Демек, дұрыс жолмен Қайтарсаң қайтару керек, бұны. Яқшы, келесі сұрау Шымбайдан кепті. Мына ауқаттың бәрін жеп тауыссаң, күшлі боласаң, деп апам маған тезеден айтып тұрады. Сол рас па дейді, Шымбайдан 6 жасар жақсы. Апасы 6 жастар ауқат бере беретін сөйтті, мынаны тауысып тұрса күшлі боласаң деп та. Палуан боласың деп. Ауа, күшлі боласаң деп, растан кішкентайларға сөйтіп алдастырып жегізеді ғой, сол. Ауқатта тұрған кеп бар ма деген ғой? Енді ауқат, басылы мәселе ауқат болады. Сондай ма? Себебі қассаптың қызы тер жетеді дейді сондай. Көш жейді, сорпа жейді дегенде, мына палуанда сондай мысалға әммен жағынан жетісіп тұрса адам палуан жақсы болады да. Тамағың тоқ болу керек, қайғың жоқ болу керек. Демек, ауқаттан кеп шығып, палуан болу үшін қандай, күшлі палуан болу үшін қандай ауқатлар жеу керек деген сұрауға жауап аламыз да, бір ойынымыз бар. Ойының шарты мынандай, бірімлеп ауқаттың атларын айтып жарысасыз. Тәкрарлап айтуға болмайды. Кім тәкрарлап айтып қойса, ямаса іркіліп қалса, демек сол ұтылып қалған болады. Ұтылған бізде жарима төлейді, бағана айтқан жоқ едім. 3 минимальныйдан басыланады, нақып болды қойды. Әзіл, құласы шарт түсінікілі болса, жас үлкен ұсқайсыз арбайтынасыз ба? Аяқ па? Мен ғой. Сондай ма? Онда ауқаттың атларын айту бойынша жарыс, демек, басыланды. Жүгір көрдік. Таныспайға. Палау. Дұрыма. Шашлик. Қордақ. Лағман. Яқшы. Пельмен. Әйтеуір ұтылып қалма. Тығылып қалды айта алмай ғой. Мені ұтылайын мақсым ғой енді. Мейі қордақ. Балық қордақ. Демек, жаңа айтқанымыздай, палуан болу үшін, күшті палуан болу үшін қандай ауқат жеу керек екенін білдіңіз ғой, Әр ағамыз өзінің күнде жеп жүргенін айтып жатыр да ғой. Бұл кафеге тез баратын біліп алдық, шашлик жеп жеңген көріп отқанбыз. Әйтеуір үйде ауқат жемейді ғой деп, Зарабатын ағам сол қамыр ауқатларды жақсы көреді екен, көртек, турама деп айланып кепті. Көртек, биле көртек. Рахмет. Ажайып. Енді ойында достық жеңімпаз болды дейді ғой, сөйтіп деп енгенде. Рахмет. Кішкене сауалымыз бар, аз да болса көптей, тақан болса сөктей көріп қабыл етесіз. Демек, ойын ауқаттың атларын айту бойынша ойын жеңімпазларына әзілкеш көрсетудің атынан Антошкан емес, мен өзім алып келдім. Антошка деген мультфильмде бар. Демек, палуан ағаларымызға әзілкеш көрсетудің атынан. Бұл сізге. Сол айтылған ауқаттар жеу үшін. Негізі ағаш қасық, әр түрлі экологиялық жақтан пайдалы дейді ме? Пайдалы. Тез суиды. Аузын күймейді. Онда Зарипатын аға телевизордан шығуымыздан пайдаланып, тамаша көйлерге. Болады. Мен міне халқыма біріншіден ауызбіршілік, һәм менің шаңырағында ұллар, қызлары ұзақ өмір көрсін, жұмысларының тасқын табыс болсын, Өзбекстанымыз гүллеп, жайнап, жасай берсін. Мен тілегім сол. Рахмет. Жаһан чемпионы Сансызбай Юсупов. Ямаса Қуанышбай Юсупов. Ал жақсы, мен жастарға тілегім. Қазіргі уақытта мұстақылық шарапатыменен спортқа көп мүмкіншіліктер ажыратылған. Солардан пайдаланып, спортпен шұғылданып, олимпиада чемпионлары шығуын тілеп қаламын. Рахмет. Сол айтайын деген қымбатлы уақытларыңызды бөліп, әзілкеш көрсетуімізге бір мейман болып келген үшін рахмет. Күш қуат тілейміз. Бұл басламасы елі талай мейман боласыз. Құда қаласа ұшырасамыз. Табыстар. Рахмет. Рахмет. Әзіз достар, ұсынымен әзілкеш көрсетуі бүгінгі санын жұмақлаймыз. Диққатланышқа рахмет. Хош, сау, саламат болың. Рахмет.